Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен небәрі 10 минутта үтік тақтайына қаптағыш тігетін боламыз. Ол үшін бізге кез келген мата жарай береді, бірақ сапасы және су сіңірмейтіндігіне қарай дак матасын қолдансаңыздар өте керемет болады. Ал менің жағдайымда үйдегі бар қалдық матаны қолдандым. Енді өлшеміне келер болсақ, үтік тақтайымызды осылай матамыздың бетіне қойып, дәл тақтайдың өлшемінен бірдей етіп сызып аламыз. Келесі 10 сантиметрге үлкейтіп, тағы да жүргізіп өтетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай негізгі сызық және жанынан 10 сантиметрге үлкейтіп, тағы да сызық жүргізіп, дайындап алдық. Неге видеодан мұқият қарасаңыздар болады. Енді осы 10 сантиметрге үлкейтілген екінші сызықтың бойымен кесіп аламыз. Мінекей матамыз дайын, кесіп алдық. Енді осы шет жағынан қайтарып тігіп шығатын боламыз. Матаның шетінен 3 сантиметр қалдырып тігіс түсіретін боламыз. Мінекей біздің қаптағышымыз дайын. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Жаңағы тігіп шыққан жерімізге резинка не болмаса жіп өткізіп байлап қоятын боламыз. Содан осылай аккуратно болып, әдемі болып жаңаланып қалады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге Айгерім.